145,2 санын 6-ға бөлейік. 145,2 санын бөлу кезінде біз 6-ға еселік болатын үлкен немесе тең сан алу үшін алғашқы цифрлардың қажетті санын аламыз. 14-тің ішінде 2 6 бар екенін білеміз. Енді қалдықты табамыз. Кейін бөлінгіштің келесі цифрын түсіреміз. Назар аударыңыз, 25-тің ішінде 6 4 бар. Біз тағыда қалдықты есептеп, бөлінгіштің келесі цифрын түсіреміз. Бұған дейін орындаған үдерісті қайталаймыз. Нөтеңда және бөлште цифр қалмаған кезде бөлу аяқталады. Нәтижеге ондық бөлшектің үтірін бөлінгіштегі үтірдің үстіне сәйкес етіп қоямыз. Сонымен, бөлудің нәтижесі 24,2-ге тең болды.